Ай сырғаны неге таққан? Бала кезімізде үлкендер ұрсатын. Айға қарап қолыңды шошайтпа деп, қолыңды тістеткізетін. Айға қарап телмірме. Ол дегеніміз ай адамның жанарын, сұлулығын, жастығын алады екен. Қазақтың салтында мынадай тыйым бар. Айға қарап дәрет сындырма. Ар жағы жазылмаған. Құпиясы мынада. Айға қарап дәрет сындырған қыз бала бедеу болады. Ешқашан сәбилі бола алмайды. Айға қарап дәрет сындырған ер баланың шәуіті әлсіз болады. Неге? Ол үшін айды біраз зерттейік. Ай 4 фазадан тұрады. Бірінші фаза ай туады. Екінші фаза ай толады. Үшінші фаза ай желінеді теріс жағынан. Төртінші фаза ай жіңішкеріп жоғалады. Есіңізде болсын, айдың ең қауіпті кезеңі бірінші, екінші фазасы. Яғни толуға 2-7-де ай күшті энергияны жерге жібереді. Осы кезде теңіздер тулап, қышыма, бөртпе, бронхит, давление тағы да басқа аурулар өршиді. Байқасаңыздар, ай желіне бастағанда аурулардың өршуі күрт басылып, тынышталады. Айдың күшейген кезінде ай кезбе луматизм ауруы күшіне енеді. Осының растығын тексеру үшін мынадай тәжірибе жасадым. Ай туған кезде пышақтарды, балтаны қайрап ай түсетін терезенің алдына қойдым. Пышақ пен балтаның біреуін орамалмен жауып қойдым. Екінші пышақ пен балтаны ашық тастадым. Таң ата қарасам, ашық тұрған балта мен пышақтың жүзін ай жеп қойыпты. Орамалмен жапқан пышақ пен балта солбай тұр екен. Міне, айға телмірме, ұйықтағанда ай сәулесі бетіңе түспесін деген сөз осыдан шыққан. Невропатолог дәрігерлермен сөйлескенде бет-аузы қисайған, ем қабылдаған, учетта тұрған адамдар қаншама. Ем жүрет, массаж, витамин, уколдар, бірақ беттерінде тыртық іздер қалатындар қаншама. Оның себебі ай энергиясының қатты өткені тәрізді. Бірақ медицинада ол ауруға нерв жүйесіне соқ тиген деп жазады диагнозды. Қызық. Екінші тәжірибе мынадай. Ай туғанда шашымды, тырнақтарымды алдым. Алған сайын шаш пен тырнақтың тез өсетініне көзім жетті. Келесі айда шаш тырнағымды айдың 3-ші фазасында, яғни ай желіне мүжіле бастағанда алдым. Шаш тырнақ 2 жұмадай баяу өседі. Лунный календар дегенде естуіңіз бар ма? Ағаш отырғызғанда айдың туып немесе толып келе жатқанда отырғызсаңыз жақсы өседі, немесе ай қуатымен жақсы көтеріледі. Ал өлі ара кезінде айдың 3-ші, 4-ші фазасында ексеңіз, әлсіз, қуатсыз болып көтерілуіне біраз уақыт кететін көрінеді. Ескерту, бизнесті немесе жұмысты ай туғанда бастасаңыз берекелі болады. Себастьян Бах музыканы ай туғанда айға қарап шығаратын болған. Әуендері танымал болды. Бірақ құлағы мен жанарын ай алды. Нашар көретін, нашар еститін болып өлді. Бетховеннің өзі лунная сонатаны айға қарап жазып, аяғында саңырауға айналған. Қазіргі ағылшын суретшісі Линхазин ай ауруына шалдыққан. Жастайынан айға қарап ұйықтайтын, суретін айға қарап салатын. Біздің ата-бабаларымыз айдың қыр-сырын жақсы білетін. Сол себептен айдан қорғану үшін мынадай іс-шаралар істеген. Ай сырға таққан, ай көркіне, әулетіне тиіспейді деп ырымдаған. Ай ұйықтаған адамның бетіне түспесін деп жастардың құлағына құйып отырған. Қылышты қынына, пышақты қонышқа, балтаны сапыға салу керектігін қатты бақылаған. Себебі ай қайрағанның жүзін жеп отырған. Міне, ай сырғаны кішіден бастап үлкен әжелерге дейін құлағынан тастамай таққан. Балаларының аттарын ай туған, Құралай, Айдын, Айсұлу, Айбарыс, Айбек, Толғанай, Айсырға, Айжарық, тағы да басқа ай атымен аталатын аттармен атаған. Солай атайтын болса ай тиіспейді деп жорған. Ай туғанда айға бата берген. Ескі ай есірке, жаңа ай жарылқа деп. Ай туғанда қыз келіншектер бастарына орамал киіп айға сәлем салған. Ай туралы тыйым сөздерді ұрпақтарға үйретіп отырған. Айға қарап дәрет сындырма, айға қарап қолыңды шошайтпа, айға қарап телмірме, тағы да басқасында. Аңыз әңгімелер, ертегілер, өлеңдер, мифтерде де айды тек жақсы жағынан мақтап отырған. Ешқашан жаман айтпаған, қатер тиеді деп қорыққан.